Бәріне сәлем, сіздермен Анель, сіздерді көргеніне өте қатты қуаныштымын. Бүгін бізде алғашқы подкаст Ақтау қаласының өзінің шағын бизнесі бар қыздармен осылай орта құрып отырмыз. Қыздар, менің шақыртуымды қабыл алып келгендеріңізге үлкен рахмет. Өте қатты қуаныштымын. Бүгінгі тақырыбымыз негізі біздің подкасттың аты бір толқында деп аталады, яғни бір толқында жүрген жандармен осылай кездесулерді жиі ұйымдастырып тұратын боламыз. Мен бірінші подкастты осылай қыздардың арасында ұйымдастырғым келді, себебі қазіргі таңда білеміз, қазақ қоғамында қыздардың рөлі өте жоғары болып жатыр, және де өте жақсы табыстарға шығып жатыр қыздар. Сол үшін қыздардан бастағым келді, нәзік жандылардан. Ал енді қыздар, сіздерді білеміз, жеке кәсіптеріңіз бар, барлықтарыңыздың. Түк қысылмайық, үйде отырып шай ішкенде бір-бірімізбен араласып сөйлесіп отырайық. Білем, барлықтарыңыздың кәсіптеріңіз бар. Енді осы кәсіп жолына қалай келдіңіздер, немен айналысасыздар, сіздер кімсіздер? Осы сұрақтарға жаймен жауап беріп өтсек. Бірінші Хадиша, сізден бастайық. Менің есімім Хадиша, жасым 28-де. Қазіргі таңда видео контент бойынша өзімнің эксперттілігімді қолға алдым және жеке бренд қалыптастыру жолындамын. Осы салаға келгеніме 4 жыл болды. Осыдан 4 жыл бұрын бір олжа торговый центрде продавец болып жұмыс істедім. Таңертең кешке дейін жұмыста, алатын айлығым 100 000 теңге, бірақ соған көңілім толмайды. Әйтеуір бір өзімнің бір талантымды ашып, бір өзімді көрсеткім келді Инстаграмда. Енді 2019-да Инстаграм жаңадан енді бастап жатыр ғой, дамып. Сол қыздардың қатарынан өзімді көргім келіп, бір жаңа бір нәрсемен айналысқым келді. Продавецпін, таңертең 10-да кетем, кешкі 7-де шығам. Әйтеуір жанталас видео түсірем, контент түсірем, тоқтаусыз контент түсірем, видео жаңа рецептер салам, үйді көрсетем, өйтіп әйтеуір бірнеше жаңағыдай блогерлердің алдына видеоларым түседі. Сөйтіп, блогерлер уже менің видеомның жақсы, сапалы екенін көріп, олар маған ұсыныс тастап бастайды, солай өз орталарына шақырады. Солай кішкене болса да танымалдылығымды арттырып, әйтеуір көп адамның білуіне көмектесті блогерлер. Осылай көп адам мені жаңағыдай видеоларыммен ұнататын етті. Жаңағыдай үйді көрсетем. Осы 2 жылдықтың ішінде, соңғы 2 жылда обучение жасап, бірнеше қыздарға жаңағыдай обучение жасап, білім беріп, олардың табысқа шығуына себепші болып жатырмын қазір. Енді үйде отырған көп қой, қыз-келіншектер келер, ақша тапқысы келеді, енді Инстаграмды көреді ғой, анау ақша тауып отыр, мынау ақша тауып жатыр деп. Енді шынымен ақша тауып жатыр, бірақ енді оның жолын білсе табады ғой кез келген адам. Осылай өзімнің жүрген жолымды жаңағыдай үйретіп, бірнеше қызға көмектесіп жатырмын. Тамаша. Қазір таңда онлайн, офлайн обучение өтеді, және өзімнің кішігірім бір бизнес деймін ба, студиямды аштым. Өзіме қатты керек болсын. Осы салада жүріп, өзімнің жинаған ақшама шетелге шығып, жемісін көріп жатырмын. Тамаша. Өте қатты қуаныштымыз. Келесі бізде Жансая. Жансая ханым, өзіңіз таныстырып Сәлеметсіздер ме? Менің есімім Жансая. Жасым бір айдан кейін 30-ға толады. Бұйырса Алла қаласа. Мен өзім жеке кәсіпкермін. Именно осы байғұмарымыздың айналысқан жолы саудамен айналысам. Саудамен айналысып келе жатқаныма бір 5 жылдай болған шығар. Ол менде декреттік үйде жаңа декреттік ана болып бастадым. Декреттегі ананың білесіздер энергетикасы қолы, өзінің тек қайдан тапсам екен деп жынырып тұратын уақыты. Солай декреттен басталды. Сол кім Хадиша айтып отқандай Инстаграмда ақтарам, ананы ақтарам, мынаны ақтарам, қызығам. Бірақ енді мен өзім сауданың адамын деп 100% айта аламын да. Өйткені менің сауданың несі жолы балалық шағымнан басталды. Мен мысалы бәріне достарыма, кім сұрайды менен кездескен адамда қалай бастадыңыз деген сияқты. Мен айтамын, мысалы мен оны кішкентай кезімнен бастадым. Мен кішкентай кезімде сондай мектепте оқып жүрген кезде 5-ші класс анаяқтан барып арғы беттейміз де, ол кезде ауылда тұрамыз. Ауылдан тұрып жаңағыдай бір банка шемшік алып келем, оны үйге әкеліп қуырам,
сосын жаңағы стакандап сатам 5 теңгеден. Сол мектеп оқушысымын өзім. Сол мектеп оқушысымын, сол мектеп басталғанға дейін, жаңағы сабақ басталғанға дейін отырам до конца. Именно оқушылар келеді ғой, сол кезде саудаң күшті болады да, соған үйге сосын бір 5 минут қалғанда жүгіремін де үйге барып киініп алып мектепке барам. Үйім бірақ мектептің қасы тиіп тұрған қасы. Сөйтіп маған бірақ олай ата-анам, тумаластарым ешкім айтқан жоқ маған, сен сауда сат, барып шемішкі сат деп. Өзімнің ажағымда желанием, интересім да сондай болды. Ең бірінші менің сол 5-ші класста тапқан табысым 800 теңге. 800 теңге, солай 800 теңгемен бастағанмын 5-ші класста. Солай енді мен өзім Ақтөбе облысы Мұғалжар ауданы Ембі деген жердің тумасымын. Сол жерде туып өстім, мектепті бітірдім, Ақтөбеде оқыдым, осы Ақтау қаласына тұрмысқа шықтым. Сөйтіп енді история көп, оны енді кішкене кратко айтып кетейін. Негізгі осы жақтағы бастаған жолым сол 2018-де басталды. Екінші қызымды босанғаннан кейін қой мен бір нәрсе бастайын, мен үйде отыра алмаймын. Негізі үйде отырған кезде мен тортты да сатып көрдім, торт пісіріп, прическа оқып, оны да істеп көрдім, барлық жақтан өзімді көрдім. Может, мен одан да нем бар шығар деп та, екеуім болды, бәрін жасадым, бірақ менікі болмады да ол. Менікі болмады, маған бір ләззат әкелетін жұмыс болған жоқ деген. Сол мен не керек, сөйтіп бастадым, Олжа торговый центрде бастадым. Бірінші этажынан бутик алдым арендаға. 500 мың теңгемен бастадым. Алғашқы сомам сондай болды. Кредит алдым. Мен ешкімнен ақша сұраған жоқпын. Хоть бізде болды, өйтіп маған көмектесетін адамдар да, бірақ мен өзім принципиально ешкімнен ақша алған жоқпын. Солай. Сөйтіп 500 мың теңгемен бастадым. Сол товарым да, затым да сондай болды. Басында күлген адамдар да болды. Мысалы, бестер көлік іліп қойыпты деген сияқты. Сондай адамдар болды да. Мен ол маған мотивация болды да. Мен өзім не істедім да, мен көресіздер, әлде де мен жетістікке жетем деген сияқты. Енді менің шыңым әлі шың емес, әлде де соның қамданып келе жатыр. Баспалдақтамыз әлі. Сол бұйырса ол жетістікке бірге куәгер болып жатарсыздар. Аллаға шүкір, енді қазір жақсы бизнесіміз бар, жүріп тұрған женский, детский жүріп тұрған жақсы бизнестеріміз бар. Оны енді өздеріңіз біліп көретін шығарсыздар, Инстаграм арқылы болсын, бай арқылы болсын. Кішігірім болсын, енді таныс осы менің тұрмыстамын, 3 балам бар. 3 бала тәрбиелеп отырмын қазіргі таңда. 2 қыз, 1 ұлым бар, жолдасым бар. Өзіме қазір жалауға көмектесіп жүрген. Аллаға шүкір, бәрі жақсы, өз ретімен келе жатыр. Сол адал еңбектің арқасында қазір мысалы шетелге де шығып, өзіме барлығын позволить ете аламын да. Өзіме қалаған үйді де ала аламын, қалаған машинаны да міне аламын, қалаған киімді, қалаған затымды ала аламын. Сол адал еңбектің арқасында. Тамаша, өте рахмет, керемет историяңыз. Айнұр, сені жалғастырсақ. Айнұрды кешірсіз, мен Айнұрды всегда барлық жерде айтып жүремін. Қыздарды мақтаймын да, мен почему-то мен кішкентай кезімнен андай феминисткалық нәрсе бар менде, қыздарға деген. Всегда қыздардың құқығын қорғаймын. И кішкентай осы айтам Айнұрды. 17 жасында бизнесі бар. Представляете, студенттеріме ұрсам да, давайте істеңдер, көп кішкентай қызда бизнес бар. Айнұр. Тағы да сәлеметсіздер, мен шақырғандарыңызға көп рахмет. Менің атым Айнұр, менің жасым 19-да. Мен өзім тігін саласымен айналысамын. Сол мен жаңағы дәл айтып өткендей, балалық шақтан басталды менде де. Қызығушылығым өте жоғары болды кәдімгідей. Басталды өзім үйде бастадым кәдімгідей. Бірдеңелерді тігіп, бірдеңе құрастырып, анадан бірдеңе шығарып деген секілді. Мектеп кезде мен өзім 9-шы классымда өзім курс оқыдым. Тігін саласына. Қасымдағы үйде көрші апам оқытқан болатын. Сол кезде деп бір көйлек тіккеніме мәз болып сөйтіп не істейтінмін. Кәдімгідей қуанып, ол кезде мен үйрендім болдым деп қойған жоқпын. Сосын мен одан кейін тағы да қалалық осы Ақтау қаласы бойынша тағы да бір курсты жақсылап оқып алдым да, меңгеріп алдым. Одан кейін тағы да тоқтап қалмай, әрі қарай жұмыстандым. Бұл қызығушылығым, шынымды айтайын, жаңа дәл өзіңіз айттыңыз ғой, торт пісірдім деп. Дәл сол сияқты мен де торт пісірген болатынмын. Өзімнің істеп көрейінші, бір нәпақам тауып деген секілді. Мектеп жасымда болмаса бізден ешкім ақша да сұрамайды, сол кезде не істеп жүрген білейін. Сол сәттен торт та пісіріп барадым. Жаңа жылда кәдімгі күшті сезон ғой ол дейтін. Торт пісіріп сатсаң күшті не істейсің. Сол секілді торт та пісіріп барағам, бірақ дейтін дәл өзіңіз айтып өткендей.
адам өзінің қалауын жасау керек та, өзінің еркін жасау керек. Тәннің қалауы, жанның қалауы, жүректің қалауы барлығы бір жерге алып келіп, маған осы тігінге әкеліп соқты. Сол сәттен бастап мен уже өзімді білдім. Сосын мен сол қымбат курс қой, кәдімгідей біраз ақшаға мен курс оқып алып, қалаға қатынайтын едім. Еще мен неде оқимын, Маңғышлақта, Мұнайлы ауданында тұратын болғасын, қатынап оқимын. Мына жаққа келудің өзі де кішкене қиындау ғой. Сөйтіп жаз айында келіп оқығам. Содан кейін барып мен жұмысқа тұрдым. Бір жылдан кейін мектеп бітіріп жұмысқа тұрдым. Кәдімгі тігін шеберханаға, ательяға, қазіргі бренд десем де болады. Сол жерде жұмыс жасадым, біраз тәжірибемді сынадым, өзімді жетілдірдім ары қарай. Сонымен қоса мен бір жылдан кейін мен уже өзім үйден тігіп бастадым. Үйден тапсырыстарды қабылдадым, түрлі нәрселерді тігіп қарадым, тігіп көрейінші деп өзімнің жақындарыма тігіп қарадым, бірінші анама, әпкеме деген секілді. Олар қуанып, одан кейін мен клиенттермен жұмыс жасай бастадым. Біраз адамдарға мен тігін жағым ұнай бастады, тіккен дүниелерім ұнай бастады. Содан кейін үйде отырған менде жеңгем бар, қасымда көмектеседі, жанымда. Ол үйде отырған ана, 5 баланың анасы, неше жылдан бері сол тігінмен айналысып келе жатқан ғой. Сосын үйде отырады да, ол ешқандай көршілерінің заказдарын тігеді деген секілді. Сосын мен жеңге, давай кел, екеуміз бірге бірдеңе бастайық. Осындай бір айтарым, осы кезде андай жоғарыға жетістікке жету үшін андай команда керек та. Бірге жұмыс жасайтын, қасында көмектесетін бір адамнан ештеңе шықпайды да, ол андай көмектесіп қасында бірдеңе. Сосын жеңгеге айттым, давай істейік деп, сөйтіп екеуміз бір үйден кәдімгі сарайдан бастағанбыз. Сарай кішігірім бір бөлмеден бастап, өзімізге керек нәрселерді, осындай үстел керек па, үтік керек па, бәрін нәрсені алып, сөйтіп еңбектене бастадық. Сөйтіп еңбегіміздің нәтижесін көрдік. Сосын қазіргі таңда не бар ғой, қайтарымсыз грант. Соны ұтып алып, содан кейін мен қазір бөлек неге Мұнайлы ауданына бөлек кәдімгі ателье аштым. Өзім сол жерде Мұнайлы ауданында халыққа қолжетімді бағамен қазіргі таңда көйлек тігемін, түрлі нәрселер тігемін. Онымен қоса мен үйде отырған аналарға офлайн курстарым бар, мастер-класстарым. Өзім мен бір айлап оқыдым ғой курсты. Мен ойлайыншы, неге адамға үйде отырған, хотя өзінің көйлегін тігіп алса да деген секілді офлайн курс ашып қойдым. Өзі де қолжетімді бағамен, өзі де азғантай күнге мынандай нәрсені осындай уақытта сіз үйренесіз деп план құрам да, осындай үйренесіз деп. Дәл сондай мен сол планға қазір уже 5-ші поток па, сондай жүргізіп жатырмын. Санап қарасам, неше бір 20 шақты қыз ба, 30 шақты қыз ба менен оқып кеткен екен. Сұраныс бар, иә? Сұраныс көп. Мен қазір менде наурыз айында тапсырыстар көбейген сайын сұраныс та көбейеді. Сол секілді алдағы уақытта офлайн, онлайн кәдімгідей курстармен айналысқым келеді да. Иә, қазір инфобизнестің заманы. Қазір маркетолог. Инфобизнес прям алғашқы 5 жылда тоже хит болады деп, сол үшін момент ұстап қалу керек негізінде. Біз кешірім өтінемін, Айнұр, сіздің фишкаңызды не білесіз ба? Сізде личный бренд бар. Айнұрдың өзінің прям пакетигі бар. Прям ленточкалары бар, андай упаковкадағы подаркалар бар. Сол үшін сізде қазіргі таңда менің ойымша жақсы жүріп жатқан сияқты. Мен даже торт пісірсем де өзімнің логотипімді шығаратын болғам. Сол логотипсіз бастағым келмейтін. Андай бірдеңе сол маған түрткі сияқты, кәм пакетик болу керек маған, лента болу керек деген секілді соған түрткі қоятынмын. Тамаша. Ал енді келесі сұраққа көшейік. Мысалы осылай қыздар, бәрінде негізі қыздардың барлығында көбісінде талант бар. Жаңа айтып декретте келді. Негізі мықты идеялар ол декреттік демалыста келетін сияқты. Менде де сондай декреттік демалыста келген идеялардың барлығы. И осы мысалы жас қыздар көп та, мысалы әйелдер көп, осы айналысқысы келетін. Не үшін бастай алмайды, Хадиша, сіздің ойыңызша? Мысалы әйелдерде энергия көп қой, бастағысы келеді, бірақ не үшін бастамайды? Неде проблема деп ойлайсыз? Жалпы қасында жолдасың поддержка беру керек всегда да. Күйеуің поддержка бермесе бір тиын сияқты мотивация болмайды енді. Мысалы всегда маған күйеуім алға тартып жүретін еді. Қанша баста жаса, дұрыс болмаса қайтадан жасап көр деген сияқты да. Сол көп әйелдерге жолдасының тарапынан осындай бір қолдау жетіспейтін сияқты. Маған келетін қыздардың да айтатын сол. Осылай күйеуім қойшы деп жатыр, даже курсқа қатысып жатқанымды да білмейді деп та, тығылып қатысады. Кейін дәлелдеп жатады әйтеуір. Мысалға айтайыншы, бір Мөлдір деген қыз
осыдан бір жарым жыл бұрын біреуден 500 мың теңгеге курс сатып алған, рассрочка алған ғой. Сонымен күйеуі ұрысқан, енді мынау не деп та, ақша тауып отқан жоқсың деп. Сонымен алдыма келеді, енді жылайды, енді шынымен маған кішкене көмек бересіз ба деп та. Жақсы деп, кішкене бір бөліп скидкамен оқыттым оны. Содан кейін ол өзі менің неммен, айтуымен өзінің парақшасын жүргізді, сол бойынша жұмыс жасады, клиент алды, өзім клиент бердім. Алғашқы табысы сол недегі, енді өтірік шығар көп адамға, бірақ 400 мың теңгеге шықты. Осылай күйеуіне дәлелдеді болды. Сонымен не керек, күйеуі оған сенім артып, ары қарай одан үлкен табысқа шығуына тағы да поддержка басталды да. Осылай көп адамға поддержка жетпейді күйеу жағынан да. Мөлдір қазір таңда уже өзінің жаңағыдай клиенттері бар, аудиториясы бар, емін-еркін жаңағыдай видеоларын істей алады, сата алады деген сияқты да. Оффлайн обучение жүргізеді еще өзі. Осылай. Көп әйелдер осылай жалоб айтады да, күйеуінің жағынан поддержка болмайды деп. Мүмкін, мен осы бойынша мен 24-те жеті жолдасыммен жүремін. Біз бүкіл проектіні жолдасымен тіпті қазір түсіріп отыр ғой жолдасым. Шынымен де мүмкін, жолдастың поддержкасы ол бәрінен де артық сияқты. Ал сіз Жансая қалай ойлайсыз? Ең маңыздысы не керек деп па? Неге жетіспейді, мысалға барлығында идея бар, мықты қыздар маған жазады, осылай істесе қалай болады, бірақ бастамайды. Ол айтқан проект қалып қояды жолда, басталмайды. Не үшін? Бірінші, кез келген адамда қорқыныш болады. Ол қорқынышты жеңе білу керек. Ол ауызға айту оңай әрине, бірақ адамның ішкі жан дүниесінде адам ғана біледі не болып жатқанын. Адам бірінші, мысалы, кез келген сіз болсын, мен болсын, сіз болсын, кез келген адамға ең бірінші мотивация ол анасы мен әкесі, ата-анасы яғни да. Сол үшін мен мысалы өзім жолдасыма да айтамын, мен өзіме де айтамын, мысалы сенде мотивация мынандай болу керек. Сенде мақсат, мен осындай ер жеттім, белгілі бір уақытқа дейін, мен мысалы осындай жастамын, мен осындай жасқа дейін қандай жетістікке жеттім, ата-анама мен қалай көмектестім, қандай оларға бір жақсы өмірді сыйладым, олар мені өсірді, барын салды, мысалы өзі жемесе де, ішпесе де, кимесе де бізге берді да. Енді ол нәрсенің қайтарымы болады ғой. Сол сияқты ең бірінші адамға мотивация ол ата-анасы. Меккеге апаратын бұл сенің парызың, ата-анаңды да Меккеге апару бірінші енді ниет қой Алладан. Содан екінші қаржы. Оған кез келген адам жібере алмайды. Қаржысы, ақшасы бар адам жібере алады. Ол қаржы болу үшін сен естественно жұмыс жасау керексің, еңбектену керексің, ақша табу керексің. Сол бірінші очередь сол мотивация ата-анамды мен өсіту керекпін. Мысалы күйеуге шықпаған, тұрмыста емес қыздар бар да. Сол қыздарға мен айтарым, мысалы ата-аналарыңызға жақсы өмір сыйлаңыздар. Олардың мысалы қазіргі заманда мүмкіншілік көп, өте көп қазіргі заманда. Бұрынғы уақытта қысым болды, мысалы кәсіпке болсын, инфобизнес деген мысалы атымен болған жоқ. Например, мен өзім инфобизнесте емеспін, мен кәдімгі тікелей да по факту жұмыс жасаймыз, аламыз, сатамыз, солай бізге қара еңбекпен келеді енді. Инфобизнесте ол да еңбек, қара еңбек, мысалы екінің бірінен келмейді, мысалы біреуге бір нәрсе үйрету деген өте қиын зат қой, былай қарап тұрсаң. Сол енді мен айтатыным, сол ата-анаң ең бірінші мотивация сол жақсы өзіңе, ата-анаңа жақсы өмір сыйлау. Бұл ең үлкен мотивация сол. Айнұра, сенің айналаңда қыздар көп қазір да, үйленбеген, яғни қалай, тұрмыс құрмаған қыздар, жас қыздар, мысалы оқып жатқан, мысалы олар саған айтатын шығар, біз де бастағымыз келеді, қалай бастасақ болады, неден бастасақ, оларға не жетіспейді, не үшін олар бастамайды, сен неге бастадың? Мен қазір біреуге ақыл айтатында үлкен жаста емеспін да, айта кетейін. Просто мен айтар едім, осындай мен 14 жасымнан бастап, кішкентай кезімнен бастап келе жатырмын ғой. Адам дейтін өзін білу керек та, қай нормада келе жатыр екен. Например, сен мектеп оқисың ба, мектепте қандай не нәрсеге қызығасың. 11 классқа барасың ба, соған дейін дайындалып та, кәдімгідей не оқисың сен, ары қарай уже мамандығың қалай болады, сен уже болашақты ойлау керексің да, қандай нәрсемен айналысам деген сияқты. Ең әуелі жаңағы айтқандай отбасының қолдауы, ата-ананың қолдауы, бауырларының қолдауы, солардың барлығын отбасымен ақылдасып деген секілді. Адам бірінші ең әуелі өзінің ниетін дұрыстау керек. Қандай бағытта, не нәрсеге ниет еттім деген секілді. Соны дұрыстап, қорқынышпен жаңағы
бірге алып жүріп қорқыныш пен ниетті дұрыстай жүріп жаңа жолға шығуға болатын секілді менің ойымша да. Например, мен айтам, бірдеңе істейсің ба, соны дальше алып кет деймін да, андай ары қарай алып кет, бір жерде тоқтап қалма деймін да. Сен оны көр, тағы да көр, істеп қара деп жанымдағы құрбыларыма айтамын да, сен тоқтап қалмашы деймін да. Содан пайда болады қазір деймін да, сен сонымен жетістікке жетесің. Жаңа айтып отыр ғой, саудамен айналысамын деп апа. Ханым деймін ба. Сол секілді жаңағы не, менің үлкен апаларым ғой енді. Сол секілді мен үлгі аламын ғой осы жандардан. Сол секілді бір жерде тоқтап қалмау керек. Саудамен айналыстың ба? Үйден бастайды ғой енді барлық адам бір бутик алады, аққала бар, қазір күн түрлі торговый домдар бар. Сол жерге шығып дегенше бір жерден тоқтамау керек та. Дұрыс айтасыз. Тоқтамай үздіксіз әрекетпен жетістікке жетеді деп ойлаймын. Жақсы айтып жатырсың, иә. Үздіксіз әрекет, иә. әрекетте болу керек. Хадиша, осындай әрекетте қазіргі таңда немен айналысып жатырсыз? Қандай әрекетпен? Білем, бәріңіз де қазіргі таңда тоқтамау үшін бір нәрсемен айналысып жатсыздар. Айтпасаңыздар да, бір нәрсе оқисыздар, бір нәрселер қарайсыздар, курстарға жазыламыз всегда даму үстіндесіз. Даму үстіндеміз ғой барлығымыз. Сіз қазіргі таңда қандай даму үстіндесіз? Немен, не оқып жатырсыз? Сонымен бізбен бөліссеңіз. Көп жерде айтпаймын да, көп адам сұрайды, қай жерден білім аласыз деп та. Қай жақтан оқисыз, өзіңіз қайдан аласыз білімді деп та. Енді мен көп адамға үйретемін ғой, қазіргі таңда обучениемен жүремін всегда. Мен вообще бір курсқа қатысып көрген адам емеспін. Мүлдем ақша төлеп курсқа. Мен ютубты ашам, шетел азаматтарын, мықты эксперттерді қараймын. Россия жақты көп қараймын өзім. Олар жалпы ютубта, интернетте тегін тұр ғой. Адамдардың сатып жатқан заты да. Бірақ адамдар барып соны оқуға ерінеді да. Мен оған ерінбейтін адаммын. Түнімен сол ютубта отырып, каждый эксперттің айтқан сөздерін барлығына мән беріп, соны өзіме қортам да. Мен олардың сөздерін тез қорыта аламын, жаңа алған білімді, себебі менде практика бар да. Оны жаңа бастаған адам түсінбейді оны. Оны әйтеуір сол жолында әйтеуір несі фундаменті бар адам түсінеді ол мықты эксперттердің. Енді орыс тілінде, бірақ сол жақтан аламын мен. Вообще курстарға қатысып көрген жоқпын. И осылай білесіздер ғой, енді қазір жыл сайын, ай сайын жаңа нәрселер шығады, жаңа дүниелер шығады. И уже біреуден енді Алматы жақтарды қараймыз, біз Россия жақтарды қараймыз. Сол жақтан жаңа нәрсе шықса, уже мен ютубқа кіремін, осын табайыншы деп та. Осылай мен ізденемін да. Ешқандай курсқа жазылмай. Лайфхак сіздерге. Жансая, сіз қалай даму үстіндесіз? Қазіргі таңда мен өзімді айтатын болсам, енді рухани даму үстіндемін. Қазір мен бизнесім Аллаға шүкір жүріп жатыр. Енді оны үлкейткім келеді, ол енді естественно кеңейткім келеді, жеке өзім бір помещение дейді ғой, сондайға кеткім келеді, алдағы ол жоспарларда. Сол жоспарларға бұйырса жұмыстануымыз керек болып тұр. Ол енді постепенно болады. Негізі бизнесмен адам бизнесті 6 ай сайын өзінің бір күттай болсын, мысалы бір жетістікке жетіп отыру керек екен. Егер 6 айда бір жетістікке жетіп отырмаса, мысалы, ол значит не бизнесмен. Ол бизнесмен емес деген сөз да. Сондықтан мен өзіме сондай қоямын да, менде сондай, мен тыпыршып бір нәрсені істемесе мен сондаймын. Уже өзіме түнімен жаңа нетеп интернет ақтарып сөйтіп кетемін да. Тыным таппаймын мен, уже изменение керек маған. Мысалы, уже басқа сферадан көргім келеді өзімді да. Тағы да бір нәрсемен айналысып көргім келеді. Сондай кете береді, адамның ойы ұшқыр ғой, кете береді. Сондықтан ешқандай тоқтамау керек, өзіңді көре беру керек. Еш нәрсе, бір нәрсенің шыны мынау осы екен деп адам тоқтап қалмау керек. Өмір жалғасып жатыр. Неше түрлі күннен күнге жаңағыдай интересный заттар шығып жатыр. Ал бірақ жаңағы бастаған затыңды міне бастадым, ол ары қарай жүріп кетеді деген жоқ. Ол мысалы мен айтамын ғой, жолдасыма да айтамын. Мысалы магазин, бутик деймін да, мен ашып қойдым, затын әкеліп болдым, өзімен өзі өте береді деген жоқ. Ол кішкентай бала. Мен мысалы баланы босана сала, оны тастап кетпеймін, ол өзі өсе берсін деп. Оның аяғын ауыстырам, емізем, бағам, өсірем, бір жасқа дейін аяғына дейін тай басып, еңбектеп тай басып кеткенге дейін мен оны мәпеле өсірем, соған дейін не істеймін деймін да. Ол бизнесте дәл сондай. Ол сенің бір балаң.
мен де айтамын да, ол мен мысалы үш па мына 4-ші 5-ші балам менің деп сөйтіп мен өзім балам сияқты қараймын да. Уже инстаграмды дамытып жаңағыдай басқаша бүйтіп тағы да мынандай локация іздейміз, біз енді суретке түсіреміз, модельге, клиентке киімді бүйтіп әдемі қылып көрсетуіміз керек қой, уже алатындай қылып, уже виртуально қыз кигісі келетіндей қылып біз жеткіземіз да, клиентке дайын өнімді жеткіземіз сөйтіп. Сондай үшін соған жұмыстанамыз, уже локация іздейміз, анаған суретке, мынаған суретке, ізденіс үстінде боламыз, үнемі еңбек оның барлығы былай қарап тұрсаң. Сондықтан бір орында қатып қалмау керек. Ол үшін ісіңізді жақсы сүюіңіз керек, сіз жақсы көруіңіз керек. Әркім өз ісін жақсы көрсе, үлкен жетістікке жетеді деп ойлаймын. Тамаша. Айнұра, сіз немен айналысасыз, не оқып жатырсыз қазіргі таңда дамыту үшін? Мен қазір өзімнің бизнесімді, тігін саламды әрі қарай зерттеу үстіндемін. Жаңа айттым ғой, офлайн, онлайн обучениелерді қарап, өзімнің курстарымды үйде отырған аналарға қандай киімдерді, қандай нелерді үйретуге болады деген секілді соларды дамыту үстіндемін. Қазіргі таңда түрлі дизайнерский киімдер бар, соларды қалай не істейді, ол қандай немен мен халыққа қалай қолжетімді бағамен жеткізе аламын деген секілді сондай түрлі ойлармен, түрлі идеялармен даму үстіндемін. Өзімнің жаңа айттым ғой, Мұнайлы ауданында бөлек ательяға шықтым деп. Сол жерде мен өзіме үйде отырған едім ғой, үйде отырып уже бөлек шыққасын, уже жұмыс кәдімгі өзіңе жауапкершілік мықты болады да. Өз ісіңді жақсы көресің, и жақсы көріп сен уже өзіңе қызығушылық күшті да, қызығушылық вообще күшті болады да. Өзіңе дейтін мықты сенімділікпен әрі қарай жұмыстанасың да. Мен тағы не істей аламын деп, бір клиентіме бір көйлек тігіп беріп жіберемін, ол мә деп қуанып рахметін айтады да. Сосын мен одан сайын мықты не аламын да, өзіме мотивация аламын да. Одан сайын дамуға менде ниет ашылып кетеді, одан сайын күшті жоғары не болады. Сол сияқты адам бір жерде тоқтамау керек. Главное, тоқтамаңыздар. Тоқтамау керек. Вообще тоқтауға болмайды. Үздіксіз қимылдап, ағым деген өмір күтпейді ғой. Неше күннен күнге жаңағыдай новый заттар шығып жатыр. Трендтер. Соған үлгеріп қалу керексің. Дұрыс айтасыз. Айтып жатыр ғой, Айнұр айтып жатыр ғой, жаңағыдай клиенттерім айтқан кезде мотивация аламын деп. Мысалға бәріңіздің бір мотивация алатын адамдарыңыз бар. Өзіміздің студенттерден аламыз, мықты мотивацияны қазақстандық осылай сіздің кәсібіңізде жүрген адамдардың ішінен кімнен аласыз, Хадиша? Өзіңіздің сфераңызда жүрген бір адамды көріп, осындай болғым келеді, осыдан да асқым келеді дейтіндей бір адам бар ма Қазақстанның ішінде? Әлде шетелдіктерден мотивация алатындай? Мен вообще мотивация алмайды. Өзіңе мотивациямын десеңізші. Вообще мотивация алмайды екен мен. Просто біреудің айтқан сөзі андай не істейді? Әсер етеді ме? Әсер етеді. Былай мотивация ондайлар алмайды екен. Андай бір түрлі адам. Жоқ, менде де болады, мысалға, менен де сұрайды мотивация. Мен де көремін, кейде мен тіпті блогерлердің бәрін скрытый қылып қоямын. Маған мотивациядан гөрі кейде кері әсерін беріп жатады. Маған білмеймін, әр адамға әртүрлі ғой. Мысалы, біреулерге мотивация береді кәдімгідей. Мысалы, маған жазады қыздар, не саған қарап мотивация алып. Ал маған кейде бір адамдар активный болып кетсе, мен андай өз-өзімді төмен санап кетемін. Мен дым істемей жатырмын, адамдардың бәрін істеп жатыр. Сол үшін всегда скрытый етемін да, өз өмірімді, әрекетімді жалғастыруға тырысамын. Сосын бәрі нормально болады, ішім қайтадан оны скрытыйдан шығарамын деген сияқты да. Сіз Жансая өзіңіз мотивация аласыз ба адамдардан? Адамдардан ба? Мотивация деп, білмеймін, енді мотивация деп айта алмаймын, бірақ өзімнің керегімді аламын. Әр адамнан сізден бір нәрсені алуым мүмкін, Хадишадан бір нәрсе алуым мүмкін. Әр өзіме керегін аламын. Солай не істемеймін. Енді маған айтып тұрмын, қазіргі таңда енді үлкен адамыз ғой, бізге мотивация ата-анамыз айтып кеткендей, бала шағамыз мотивация. Вот солар бізге мотивация береді мама. Сіздің жолдасыңыз жағынан көрсетеді. Ол андай хадистермен ұштастырып, что солай не істейді да. Сен былай қадам қарап отырады, қате басып кетсең әдемі хадистермен жеткізеді, уже содан мотивация аласың да, ары қарай дұрыстап не істейсің. Жалпы мен өзім айтайыншы, 15 жасымда тұрмысқа шықтым. 15 жасымда тұрмысқа шықтым. Күйеуім мені сол бастан тәрбиеледі негізі. И мен қазір күйеуімнің несінде, тәрбиесінде келдім да. Сонымен қалай айтайын, мен мінезім жаман болды негізі, өте жаман. Сол күйеуім дұрыстап, жақсы адамның қатарына қосты. Каждый сөзі енді біз намаз оқимыз ғой ислам дінінде.
хадиспен ұштастырады да. И каждый сөзі маған мотивация. Кәдімгідей үлкен бір ақылды білімді адамның несі ұқсап мен оны сыйлаймын да. Кітап көп оқиды ол. Келесі неде онда сіздің жолдасыңыз да, мен жолдасымды шақыру керек сияқты. Жаңа Жансай айтып жатыр ғой, келесі сала жолдасымыз екеуміз көріп, екі адам бірігіп жасаса дейді, отбасы не болады, мол болады дедіңіз, иә? Қалай күшті айттыңыз? Табысыңыз еселенеді, ісіңіз оңға басады. Тамаша. Семейный бизнес ол тем более ер адам бар жерде береке болады да. Береке болады, табысыңыз еселенеді, ісіңіз оңға басады, алға жүреді. Жалпы ер адам өзі қасиетті адам ғой, негізі. Қасиетті адамдардың бірі ғой. Сол. Әйел адам қанша жаңағыдай не болғанымен, давай бүйтейік, давай сөйтейік, бүйтейік, бәрі бір сол ер адамға қарап тұрады да. Бәрі сол ер адамға қарап тұрады. Соңғы нүктесін сол қояды да. Сіз бір жерге баратын болсаңыз да, қабырған сол, сіз сол кісінің қабырғасы ғой, сол алдынан өтесің ғой, мен сол жерге барайын деп едім, мен сөйтіп барсам болады ма деген сияқты келтіресің ғой. Жасыңыз үлкен болса да сол алдынан өтеміз мысалы. Ол кісі мысалы бір жерге барайын деп тұр, жоқ бармай-ақ қой, или мынандай десе, бәрі сол қас-қабағына қарайсың, бәрі қарайсың. Айнұр, сен не дейсің? Сен кімге мотивация аласың? Әлде өз-өзіңе мотивациясың ба тоже? Өз-өзіңе мотивация аласың ғой, бір мақтап жібересің ғой өзіңді. Мотивация аласың. Мен жалпы өзімнен ағамнан мотивация аламын. Өзімнің ағам қазіргі таңда Астанада қызмет етеді. Өзінің туркомпаниясы бар. Ол да кішкентай кезінен еңбектеніп келе жатыр. Мектепті күшті бітіріп, одан кейін универді жақсы бітіріп, одан кейін Астанада, сол жерде, қазір Астананың тұрғыны да. Айнұраның ағасымен мен өзім жазғамын. Айнұраның Нұрсұлтан деген ағасы бар. Мен айттым ғой, блогерлердің бәріне жазамын Ақтауда отырып. Давайте кездесейік, шай ішейік деп. Ол Ақтаудың Маңғыстау. Нұрсұлтанға жаздым мен. Ол Астанада тұрады негізі. И осы жаққа келгенде мен жаздым. Давайте Нұрсұлтан кездесейікші, мен сізді завтракке шақырамын. Өзіміз әлем көреміз сол. Қоймаймын, күнде жазып. Біз кездестік. Нұрсұлтан жаңағы ол кісінің туркомпаниясы бар. Дәулеттенді білесіздер ғой, соның компания несінде командасында жұмыс істейді. Может, танисыздар. Сол жолдасымыз екеуміз кездесіп, тоже әңгіме дүкен құрғанбыз. Сондай бір қызық болған. Иә, сол өзім ағам, сол кішкентай кезден тоже магазинде жұмыс жасаған, саудамен айналысты да. Сол келеді, сол мектепті жақсы бітірді, универді жақсы бітірді, қазір өзінің туркомпаниясы бар, күшті пайданы күшті не істеп жатыр да, андай ақшаның несіне андай күшті мотивация да. Кішкентай кезінен бастады ғой, қарапайым түрден алғанда, сол өзіме сол ағам мотивация болады, кәдімгі тоқтамайды да, ешқандай білімнен де, ол қазір бухгалтерия саласында есепке, неге барлығына, ол қазір тіпті ол үйде жүрген кезде торт та пісіретін еді ғой. Ер адам болса да ешқандай тоқтамайтын еді. Ерінбейді, мен оның видеосын түсіріп беремін да, ол тортты пісіріп жатады деген секілді да. Сол өзіме мотивациялап тоқтамайды ол. Үй жинағаныңыз ба? Туған ағам, иә. Үй жинаған кезде де анам мақтайтын, ой, бұл қыздардан да күшті жинайды деп, мен қыздарымнан да. Сол сияқты ағам өте күшті адам, андай тоқтамайды. Тағы да бір не бар, Нұршақ брендінің несі, Нұржамал Нұрпейісова. Сол да 15 жасынан бастап тігін саласымен айналысты ғой. Қазіргі таңда әлемдік бренд қой. Содан өзім мотивация аламын, андай не да, адамға не да, үлгі да. Сол сияқты бізде Алла қаласа 40 жылдан кейін сондай болармыз, бренд әлемдік. Қазіргі таңда личный брендті көтеру бұрынғыдай 40 жыл емес, қазір деген 15 жылда да, иә. Қазір не ғой? Мүмкін 3-4 жылдан кейін бұйырса, бәрі мүмкін қазіргі таңда. Қазір мүмкін, интернет да. Ал енді осы не бойынша сіздер барлықтарыңыз бизнесте жүрсіздер да, мысалға бәрі ойлайды, ой, күшті, олар былай жүреді, ақша түседі деген сияқты. Бірақ білеміз, что бизнестің минустары мен плюстары бар. Мысалы, кейде семьяға уақыт жетпейді. Мысалы, менің өзім үлкен минус, мен баламмен сөйлесуге қазір уақытым жетпейді да. Менің ең үлкен минусым сол қазіргі таңда. Ал сіздерге қазіргі таңда қандай минустар бар, плюстары бар осы салада жүргенге? Мен енді қазір көп үйде тұрмаймын. Үйде енді үйдің шаруасын істеу керек соған. Иә. Жаңағындай үй жинау керек, тамақ пісіру керек. Осы заттарға мен уақытым жетпей жатыр қазір. И күйеуімнің алдына қысыламын кішкене, что өзімнің міндеттерімді істемей жатқанына. Бірақ рұқсат сұрадым, что үйге көмекші алып, үйді жинап, солай істеуді да. Енді солай аптасына 2 рет келіп үй жинап кетеді. Енді тамақ повар алуым керек, тамақты уақытында пісіремін да. Таңертең ерте пісіремін, мысалы қазір мен ерте пісіріп кеттім да. Түскі асты, кешкі асты.
иә осылай жинап қоямын пісіріп та бірақ енді олар бір тамақ жегісі келмейді ғой енді тағы рұқсат сұрап жатырмын үйге бір повар алайын потому что мен енді жұмысқа да уақыт бөлу керек егер мен үйдің шаруасын істеп қалатын болсам менің жұмысым жүреді бірақ табысым кішкене азаяды да маған енді үлкен табысқа шығу үшін ананы үйдің жұмысын біреуге беру керек та енді оған ақша төлеп мен өзім көп ақша таба аламын да осындай енді минустар бар енді оны да плюсқа айналдыруға болады жаңағыдай ақша төлеп та былай не жоқ жаңа тамақ істеймін деп жатсыз ғой мен де сондаймын мен таңертең тамақ істеймін мен ата енеммен тұрамын қайнағаларым бар қайын сіңілдерім бар біз үлкен семьямыз кәдімгідей мен таңертең тұрғаннан кейін таң атпай 8-де тамақ істеймін обедке тамақ істеп кетемін и сосын барып шығамын бәріміздің негізі жолдарымыз ұқсайды бір әйел адам 40 шырақта деген беру керек та таң атпай тамақ істеп жатамын ғой бірақ ана нәрсені істемесең өзіңді кінәлі сезінесің жаман қатты ұяласың вот осымен бірақ оны жаңағыдай істеуге болады менде ата ене жоқ қазір жақсы болады көмекші повар иә делегировать ету керек қой адам деген табыс тауып тұрған ісін плюсы енді сол жаңағы соны позволять ету өзіңе да ақша арқылы табыс арқылы позволять ету сол менде де сол ғой енді бала шағана көп мен мысалы көп неде жүремін мысалы айына 2 рет мен солай ұшамын да Турция дейміз Алматы дейміз сол балдар жаңағыдай балам енді кішкентай 2-де ғой сол жылап жатады сол жүрегім ауырады да сол айтады мынау деген заритек болған мынау мамасын аңсайды мамасын сағынады деп та ол емеді мысалы оны мен осы 2 жасына дейін еміздім да мысалы жолда жүрген кезде әйел адам енді білесіздер ғой өздеріңіз сондай қиыншылықтар болады сондай минустар болады да бірақ енді сен амал жоқ жаңағыдай тренд өзгеріп жатыр товар келу керек сен товар әкелмесең жұмысың жүрмейді біздің тікелей жұмысымыз товарға байланысты да үнемі тек новинканы әкеліп тұруымыз керек жаңағы тренд тек сол әкеліп тұруымыз керек жеткізіп тұруымыз керек халыққа міне келдің ба выбор бар барлығы бар мысалы бір затты 45 жыл сатып отыра бермейміз мысалы да ондай болса сіздің жұмысыңыз жүрмейді сол үшін тек үнемі ізденіс үстінде тек Турция деп Алматы деп сөйтіп жүреміз көбінесе сол жолмен уақытым сондай болып кетеді да сол кезде ал былайынша енді қазір мен жаңағыдай делегировать етіп қойдым да в основном қазір мен көп уақытымды үйге арнаймын да балама ал жұмысқа жаңағыдай инстаграм жүргізетін қыз администратор бутикке отдельно продавецтердің үстінен қарайтын қылып та сөйтіп мен уже бөлек табыс сөйтіп табысынан бөлек ақша шығарып сөйтіп не істеп жатырмын да қыздарды жұмыс жасатқызып жатырмын өзім үйде балама көп уақытымды арнап жатырмын мен балам андай көп ауыршаң болды оны өзімді кінәлайтын едім да соған өзім дұрыс қарамадым жұмысқа кетіп қалдым мысалы көп қиыншылықтар минустарын айтатын болсам да мысалы балам 4 айлық кезінде андай ветрянка дейді ғой температура ветрянка мен билетім алулы сол мысалы омыраудағы баланы тастап мен кеттім да жұмысым потому что жұмыс мені күтпейді товар әкелуім керек сезон дейді ғой жаңағы сезонға үлгеруіміз керек енді білесіз ғой сауданың несінде бір шетінде болғасын бізде сондай да мысалы мен бүгін түнде ұшамын да уже жол жүрейін деп баратырмын да таңертеңнен кешке дейін балам көрмейді түнде алғанда мен қайта ұшып кетемін мысалы кеше бір апта бұрын мен Дубайдан келдім деген сияқты да бір апта балам мені көрген жоқ сол сияқты ғой балаға все равно ана қай бала болсын 3 балама да ана аңсайды мама сен неге кетіп қала бересің мама сен ту деп шығады уже мен ертең Алматыға кетемін ертең мен Турцияға кетемін деп сөйтіп шықсам айтсам сөйтіп уже үлкен қыздарым сөйтіп сөйлеп бастайды да сол кішкене ауыр болады да ту деген сияқты достаточно уақытымды бөле алмадым ау деген сияқты болады енді бірақ ол балдардың болашағы үшін деп өзімді жұбатамын жоқ жақында мен тоже осындай бизнесмен қыздың несін көрдім үлкен аудиторияға сөйлеп жатыр сол айтады дейді да көбісі типа балалар кейін жаңағыдай ата анасы көп жұмыс істегені үшін жаңағыдай дұрыс отношение болмайды деген сияқты нәрселер қазіргі таңда жүрмейді дейді ол дәл солай неде баласының аудиозаписін тыңдатқызды бүкіл аудиторияға баласын айтқан ғой жаңағы өз бизнесмен қыз бизнесмен әйел ғой енді мен тоқтатайын мен сендерге көңіл бөле алмадым деген сияқты бұл новый проекттер бастамай ақ қояйын деп сосын баласы қазір Америкада оқиды екен баласын Америкаға оқытқызатындай мүмкіндік бар яғни әйелде баласы айтып жатыр ты че мама дейді үйде отырасың ба сонда жаңағыдай сіз бізге қандай мүмкіндік бердің дейді жұмыс жасап біз сенің арқаңда қазір оқып жатырмыз шетелді көрдік әлемді көріп жатырмыз
ну біздің барлық жағдайымыз жақсы дейді да, ол сенің арқаң дейді да, сен тоқтама, білемін мен сенің энергияң мықты екенін дейді, бүкіл нәрсеңді давай дерзай дейді да, тоқтама, мен саған сенем деп баласының записін қойды да ана жерде. Вот қазір білмеймін, бір жағынан может біздің осылай жүргенімізге дейін бала шағамыздың болашағы үшін ғой, бір сөзбен айтқан кезде мысалға да, олай қатты кінәлаудың да қажеті жоқ деп ойлаймын. все равно ана да болады ғой, все равно әйел адам өзін кінәлі сезінеді да, жаңағыдай дұрыс тамақ піспей қалса да, үй жинай алмай қалса да, бәрін өзімізге не істейміз. Негізі әйел адам, мен бір жерден оқыдым да, соған бай ойымда көп талас болды, неге ол қалай деп та, әйел адам бірінші очередте өзін қою керек дейді. Бала да емес, жолдасың да емес, анаң да емес, барлығы емес, тек әйел адам бірінші өзін қою керек бірінші орынға. Содан кейін бар постепенно солай кетеді дейді да, өзін жақсы көру керек, бақытты ана, бақытты бала деп солай оқыдым да. Мүмкін дұрыс шығар, мүмкін дұрыс емес шығар, мен ойладым, ол эгоисттік екен деп. Соңында өзін қоямыз. Иә, біз өзіміз қоямыз, соңғы жағына қоямыз өзімізді, например. Жақсы тамақ піссе де тәттісін, жақсысын баламыздың алдына тосамыз ғой. Кеткен өзіміз жеп. Қалған өзіміз жей саламыз мысалы, деген сияқты. Енді айта берсең көп қой, пример нелер. Сол. Айнұра, сіз не дейсіз? Менде ма плюс жақтары, минус жақтары. Мен енді тігін саласында плюс жақтары өзің сәнді киіне саласың, тігіп ала саласың. күшті. Андай неге торговый домдарға жүгірмейсің. Қазір инстаграмда көп қой, қандай үлгі бар, например, қандай киім мода болып жатыр деген секілді. Қайсы трендте соны қарап, примерно мынау мен қолымнан келеді ау деп, келмесе қарап, мына қалай тігетін еді деп сөйтіп қарап, соны қарап базарға барып, матасын таңдап, тканилерден матаны қарап, сапалысы қайсы, соны жақсы дүниені шығарып аламын өзіме. Емін-еркін, әрқайын мата шығыны тек аз ғана кетеді ғой. Өзіме кететінін есептеп, примерно есептеп, плюс жақтарында сол да. Өзім қарайған пайда, қалтамда қарайған ақша қалады да. Сол жағы бар да. Например, қазіргі таңда киімдер қымбат қой. Сол сияқты өзім тойға киетін көйлектер қымбат болып келеді ғой. Сол сияқты өзімде қалтамда қарайған не қалады да, тиыным қалады да. Плюс жақтары сол, өзім анама көйлек тігіп бере салам, шапан кигізе салам, түрлі мерекелерде, туған күндерде беремін өзімді. Ол қуанып, жақындарым қуанады да, плюс жақтарында сол. Минус жақтарында енді әзірге минус жақтарын айтсам қате шығар. Просто не да, андай көп отырып қаласың тігінде. Енді қазір не ғой, көп дизайнер, тігіншілер өздерінің қол астына тігінші алып, үйретіп, болмаса солармен жұмыстанып, өзі басқа немен айналысып, басқа заттармен. Сол минус жақтарында сол кішкене көп отырып қаласың, көп өзім жұмыстанамын да қазір. Идеяны жуушыда өзің боласың, тігіншіде өзің боласың, пішушіде өзің боласың, идеяны да өзің қосасың деген секілді. Қазір сол ғой, но все-таки арада уақыт өте келе ол өзгереді деп ойлаймын. Минус жойылады деп ойлаймын. Барлығы көру керек. Плюс пен минусты қатар алу керек. Минустарды плюске айналдыруға болады. Негізінде жаңа айтып жатырмыз ғой, не деп, көмекші қыздар мысалға да бізге видео түсіруге немесе жаңағыдай қалай айтсақ, біздің қасымызда көмекші, яғни жұмысты бөліп берген кезде адамдарға біз оларға бәріне өзінің ақысын төлейміз ғой. Сол кезде біздің менің естуім бойынша біздің неміз, яғни табысымыз тағы да артады екен негізінде. Ол жерде энергия ғой, былай қарап тұрған. Ақша деген негізі құрал ғой, тек қана энергия. Ал егер сол энергияны бөліп берсек, олардан бізге еселеп энергия түседі екен. Сенің табысың да артады, энергияң да артады екен. Сол үшін мен өзім жаңағыдай психологтарға барам, имани психологтарға. Олар маған көбісі айтады, что бір нәрсені өзіңнің мойныңа аспа деп та. Мен содан кейін сразу бөліп бастадым. Қазіргі таңда, что мысалы куратор алдым, өзім қасыма контент-мейкер алдым деген сияқты. А уже оларға сен айлық бересің, оларға ақысын бересің, уже өзіңнің де доходыңның жаймен өсіп жатқанын байқайсың. Оның өзі, яғни энергия. Ал енді бәріміз қазіргі таңда Ақтау қаласының тұрғындарымыз ғой енді. Ақтау қаласында бизнес жасауға не бар ма? Қиындықтар бар ма сіздерге? Жетіспейтін тұстар. Мысалы мен өзім енді Алматы қаласынан келдім ғой, сол үшін маған жетіспейтін тұстар көп болып көрініп жатады негізінде. Мысалы сіздер үшін қалай? Қай жерлерін біз нығайта аламыз, қалай көркейте аламыз, мысалы бизнес жақтарында, жастарды қалай тарта аламыз мысалы деген сияқты. Қадиша, қалай ойлайсыз? Қандай нәрселер жетіспейді бізге Ақтауға? Не жетіспейді? Ақтауға әдемілік. Әдемі жетіспейді. Әдемі нелер. Білмеймін, локация іздейін десең локация жоқ. Ондай да мысалы. Енді қазір
бизнесмендерге дейсіз қалай қалай айтсам, түсінбей ну не жетіспейді, мысалы шынымен де локация жетіспейді. иә Мен де байқаймын, мысалы локациялар іздеймін, көп адамдар түсіп тастаған болады ол локацияға, Иә. мысалға немесе аз иә может мен қазір ойлап жатырмын осы сіздерге айтқан кезде, мысалы бізде ауылдық жақтар бар ғой, жаңағы біз өзіміз ауылдық жақтанбыз ғой, Мұнайлы, Қызылтөбе, сол жерлер мысалы ескі болғанмен солардан күшті локация шығару керек па, или өз өзімізге дамыту керек па деген сол сияқты. жерлерден әдемі локация шығарып жүр. иә Может ана қарапайым жерді Иә. әдемі, біз жақында Грузияға барып қайттық. Грузия ескі қала ғой, енді айта алмаймын қалай ескі екендігін, бірақ ана жер ескі болса да әдемі болып көрініп тұр да, мысалға. жоқ бізде Иә. локация жетіспейді әдемі емес Иә. ақтау Әдемі емес болғанда қалай айтсам, серый да Ақтау. Иә. Иә. сол Ешкім бір серый. біріне ұқсатып сала береді Иә, серый нәрсе. енді жаңағыдай ғой менің өзім ақтауға не жетіспейтінінде локация жетіспейді маған сол маңызды да сосын қыдыратын жер жетіспейді мысалы да қыдырайын десең сол бір кафе сол бір ойнайтын жер иә бір біз нелерге бір жастарға бір не істейтін көңіл уақытыңды өткізетін жерлер жоқ кино сірә енді қайта бара бермейсің ғой Иә. сондай орындар аз мысалы бизнес ашқысы келетін да и мысалы біз орамалда келіншекпіз маған фитнес жетіспейді мысалы андай жабық нелер жоқ кіре андай ер адамдар открытый да сондай нелер жетіспейді мысалы да маған сосын енді қазір кофейня көбейіп жатыр ғой әйтеуір кофейняның арқасында локация пайдаланамыз сосын жаңағыдай ресторан ашама барлық кафеде бірдей меню да өзгеше тамақ жоқ та мысалы біз аптасына 2-3 рет кафеге барамыз отбасымызбен сол бір тамақта барлығын салыстырып қараймыз бәрі анада дәл сондай да бір өзгеше менюға келу керек па деген сияқты да сондай осы сәттер жетіспейтін сияқты ойын алаңы балдарды қыдыртатын Иә, осы ойын алаңы менде проблема. Мен баламды аптасына бір рет қыдыртамыз. Уже ойын алаңдары андай, даже бала жалығып кеткен да одан. Ойын алаңдары жетіспейді. Сосын оны далада ойната алмайсың деген сияқты сол нәрселер сосын жетіспейді. андай бар да бізде мен өзім мұғаліммін ғой Қандай пәннен? мұғалім бастауыш кішкентай балдармен көп жұмыс жасаймын да 5 жыл стажым бар енді кішкентай баламен жұмыс жасаған андай орталықтар жетіспейді сосын мен көп байқаймын жаңағыдай видео түсіруге барамын андай бала тәрбиелейтін жаңағыдай балабақшаларға барамын сосын жаңағыдай орталықтар болады ғой сондайға барамын да көп балдарды жұмыс жасамай жататын мамандар да просто отырғызып қояды жаңағыдай телевизор қосып андай орталықтар керек та балдармен күшті бір қарым қатынаста да Монтессори стилінде жаңағыдай олар дейтін біздің мамандар жаңағыдай ойыншық береді и все ашық сауық өткізеді болды баламен шаруасы жоқ та андай бір балаға біз айтамыз мысалы менің қызым айтады анашым мен ыдыс жуайыншы дейді да мен айтамын жума қазір сен сындырып аласың деймін да соған біз андай не істемейміз да еркін мүмкіндік бермейміз да сондай кішкентайынан мүмкіндік беріп бастау керек та жаңағыдай сурет салып жаңағы қамыр илетіп сондай орталық ашқым келеді да сондай орталықтар жоқ мысалы бала мысалы киім жинағысы келеді мысалы да киім жинағысы келеді да тағы илектер ілгегісі келеді оны біз не істемейміз ғой істемей қой деп та істей алмайсың деп сондай кішкентайынан бастап үйрететін бір орталық ашқым келеді мен тамаша керемет идея вообще андай адамдармен сөйлесіп жаңағыдай біз қой деп басып тастаймыз ғой сосын бала сөйлей алмай қалады сондай орталықтарда мамандар болады сондай да бір мысалы мен шетел жақты қараймын деп жатырмын ғой мысалы Америка басқа жақтарда сондай да басқаша вообще садиктің программасы сондай жаңа бір программа келіп ашу керек та тамаша күшті идея бизнес-план дайын Қып-қызыл идея кетіп жатыр дейсіз сол айтамын ғой сатылатын идеялар мен ойлаймын мен өзім ақтөбенікімін ғой енді студент кезім сияқты өтті жастық шағымыз жастық уақытымыз бізде мысалы каждый микрорайонда мысалы хлебокомбинат болсын 8-й болсын парк бар фонтан бар біз мысалы сабақтан шығып сол паркте жүретін едік та паркте отырамыз фонтанда қоңыр салқын мысалы сөйтіп бізде Ақтауда мысалы парк жоқ новый микрорайондарда вообще жоқ например барлығына тек быттырып үй салып тастаған да ол мысалы акиматтың бір аяп тұрсаң бір минусы да сол адамдарға демалатын парк салу керек орындар салу керек мысалы кешкі уақытта үлкен кісі болсын жас болсын кәрі болсын бір шығып демалып отыратын да адамға тау өспейтін емес өседі біздің Ақтауда мысалы кеше жақында Дубай қаласына барып келдім ол жер кәдімгі нағыз сахара жер ғой например бәрі жап жасыл тап таза жап жасыл мекен қылып қойған қалай
оны біздің Ақтауда да істеуге болады. Ойықтан шығып жатқан, ойықтан шығып жатқан нефть бізде де бар, бізде де ол ақша бар, оны дамыту керек та. Ол енді оны естіген құлаққа алтын сырға. Әрине бізде еститін адам болса, конечно, парк бізге жетіспейді ең бірінші. Көгалдандыру керек та біздің қаламызды, Ақтау қаласын. Жаңағыдай серый деп айтып тұрсыз ғой, сондай да. Енді сол жаңағыдай баламызды, мысалы бізді Алматының басқа жақтың бізде семьямызбен шығып тұрамыз да. Семьямызбен шығып кафеге барамыз, аяқтан мынаяқтан тамақтанғымыз келеді, балдарды ойнатқымыз келеді. Обязательно жаңағыдай площадкасымен кафе іздейміз ба? Кафе іздейміз. Сосын барса одно и то же бар. Басқаша қазір мысалы, қазір бізде бизнесмендер даму керек та. Именно осы ненің тамақтың несінде жүрген, сферасында жүрген адамдар дамыту керек. Мысалы Алматыны қарасаңыз, жаңағыдай қазір этностильде жақсы дамып жатыр да. Бізде Ақтауда жоқ. Мен мысалы өзім неден жасалатын бар ғой, жілік майдан жасалатын май, соны бізде бозжыра деген неде бар, звондаймын алдын ала, барам, жоқ, именно соны жегім келіп барам да. Кішкене қазақша стильде сол да, қалғандары жоқ, басқа жоқ. сосын кішкене халяльный іздеп барамыз, ол бізде тамақтары не болсын деп та. Соған барамыз, жоқ дейді, барамыз, жоқ дейді. Сөйтіп уже сағымыз шынды да неше рет. Сосын басқа жақтарды бүйтіп іздеп қарасам, Инстаграмда ақтарып жаңағыдай, жоқ екен, действительно неше. Соған қарап мен ресторан, кафе ашқым келіп кетті да. Неге мен істемеймін деп та. Енді оған күшті бизнес негізі. Кез келген әйел адамның қолынан тамақ істеу келеді деп ойлаймын деген. Соны дамыту керек та. Қазір тем более этностильде дамып жатыр. Соны біздің Ақтауға сол керек. Мысалы ақшасы бар, бизнес несі бар, желаниесі бар адам, вот соны алып істеп кетсе, оған бармайды емес, адамдар барады. Дұрыс айтасыз. Халықтың қалауын жасау керек. Қазір тем более сосын мен айтамын да, жолдасымна бұрындағыдай үйде тамақ істеп үйден ішетін деген жоқ. Барлығы қазір жұмыс бастадым. Барлығы тек дайын ана жерден тамақ жегісі келе салады. Сондықтан кафенің бизнесімен айналысқан адамда жеңілмейді, жақсы табысқа шығады. Точно. Сосын бізде Ақтауда айтып кететін мен сол, еліміз көп баратын болған соң замечание да, обслуживание деген бізде. Оннан 2 сервисін ашады. Мысалы басқа қалаларда барасың, алдыңда тұрады. Мысалы Алматыда барамыз ғой, енді бүйтіп алдына тұрады. Турцияға барған кезде элементарно да, наныңды президенттер да, наныңмен жаңағы өзіне бір майларын бесплатно кепеді. Бізді қазақ деген бесплатно деген зат жақсы көреміз ғой. Ана кепкенде мәз боламыз да, например, сол сияқты сондай преимуществоларды біздің кафе ресторандары көбірек жасау керек та. Халық қазір көбейіп жатыр, бармайды емес, барады. Айтатын жетіспейтін нәрсе біздің қаламызға сол. Енді қаламыз тыныш қала, таза қала, өсуші қала. Басқа қалаларға қарағанда біздің Ақтауымыз более тыныш қала ғой, спокойно, теңізіміз бар, оның өзі қандай да, теңіздің өзі мысалы. Соны ары қарай дамытып, туристический қала жасау керек та бізге деген. Сондай. Мысалы Дубайды айтамыз да, негізінде мұнай деп та, конечно, мұнаймен бастап көтерілді ғой, бірақ қазір оларға доход 95% туризмнен түседі екен, туристерден. Ойлаңызшы, 95% сонда халық 95% туристердің ақшасымен дамып жатыр да. Бұл жерде жүрген қазақтар көп. Қазақтар да көп, басқа шетелде көп. Даже Американың қазір көбісі Дубайға көшіп жатыр екен. Даже сол бойынша статистика жүріп жатыр екен. Америкада не үшін Дубайға кетіп жатыр? Америкадан, ойлаңызшы, Америкада Дубайға кету. Сол үшін егер де бізде шынымен де Ақтаудың несін дамытса, туристикасын күшті болатын да, шынымен де. Қазір деген былай ғой, кеше мысалы Дубайда барып келген кезде мен мынаны ұқтым да, Дубай қазір сауданың орталығы екен. Біз оны білмейміз. Туристен бөлек ол сауда саттықты дамытып жатыр екен. Бізде Қазақстанда кәсіпкерліктерге бар енді, қысым жоққа особо, бірақ мысалы біз как саудагер ретінде біз ана жақтан мысалы Қытайдан келеді, Турциядан келеді, біз доставка істейміз ғой, растаможкасы, қарайған ақша төлеп жатамыз да. Енді өзіңіз білесіз, Қытайдан қалай келіп жатады, килограмм 3000 теңге, оның месяцына төлейсің, оның барлығын сен клиентке айта алмайсың ғой. Біз мысалы клиентке арзан зат ұсынғымыз келеді, арзан қолжетімді қылғымыз келеді, мысалы қазір қымбатшылық заманда. Бірақ біздің Қазақстанда именно растаможка өте қымбат та. Ал Дубайда ол растаможка жоқ. Мысалы Дубай ешқандай мата сатып, мата өндіріп отырған жоқ, ешқандай зат өндіріп отырған жоқ. Өндіруші мемлекет емес Дубайда мысалы қарап тұрсаң. Ол тек
дайын өнімді орталығы да сатады, алады. Сол жақта мысалы біздің мына тігіп жатқан тігіншілеріміздің, сіздің матаңыз болсын, басқа барлығы Дубайдан келеді, бірақ оның арғы жағы Қытай, Турция, арғы жағы Қытай мен Турция. Бір секретті айтайын сіздерге, ажайын. Вот сондай. Осы растаможка деп жатсыз ғой, біз 3 ай Турцияда болдық, тоже байер болып қызмет атқардық. Сол кезде карголармен, яғни өте жақсы қарым-қатынаста болдық. Август айында, яғни тамыз айында сразу карголардың бәрінің бағасы көтерілді. Не үшін көтерілді деп сұраймыз ғой. Сөйтсек, мемлекеттен заң келіпті. Кәдімгідей заң бойынша карголардың бағасы $6 жоғары болу керек. Барлық карголарда. Сонда қараңыз, ол адамдар емес, даже мемлекет бізге, бұл жерде мемлекеттік тараптан болып тұрған сияқты негізінде да, мысалға. Дұрыс емес деймін да. Мысалы, мемлекет оны бағасын қоятын мемлекет екен, мен сол кезде білдім. Мен ойлағам, әркім өзі қояды. Шынымен де жаңа сіз айтқандай, карголардың бағасы мысалы арзандатқызса да бізге, мысалы Қытайдан, Турциядан, оның бәрі қолға алатын мемлекет екен ғой негізінде да. Ақша соларға түседі екен. Каргоның жарты ақшасы. Бізде ойландыратын нәрсе. Бұл жерде үлкен саясат жатыр. Үлкен саясат біздікі емес, сондықтан біз тек бергі жағын айтып, глобальный проблемаларымызды бүйтіп айтып қаламыз ғой, халықтың да, халық тарапынан да. Енді оны үлкен жағы естісе жақсы. Құпиялар көп өте. Саясатқа қатты араласпаймыз. Айнұр, сіз не дейсіз? Не жетіспейді Ақтауға? Ақтауға ма? Мен жалпы өзім қаланың қызы емеспін ғой. Ауданда тұрамын ғой, өзім Мұнайлы ауданында тұрамын, Маңшылықта тұрамын деген секілді. Біздің ауданды дамыту керек сияқты. Сол кішігірім бірінші ауданнан бастау керек сияқты. Қаладан гөрі ауданнан бастау керек сияқты. Енді өзімізде қалаға шығамыз ғой, дәл жаңа айтқандай, дәл сол проблемалар, дәл сол не, бізде кафеге барамыз деген сияқты. Бірақ ауданда андай не жетіспейді. Қолжетімді бағамен заттар әкеліп қойсын, ауданда да қарайған не бар ғой, тұрғындар бар ғой, оны қолданатын адамдар бар. Сол сияқты жаңағыдай сауданы дұрыстап, тек қана магазиндер бар да, продуктив магазиндер бар, азық-түлік магазиндері бар да. Одан гөрі басқаша нелер әкеліп қойған күшті сияқты да, менің ойымша андай өзім соны саудамен де қызығам жалпы да. Соны алдағы уақытта қосқым келеді да. Дәл жаңа айтқандай, баяғы қазір не стиль, баяғы байырғы стиль қайтадан жаңғырып жатыр. Соны қайтадан дұрыстау керек. Баяғы ескі шапандар, ескі көйлектер деген секілді солар қазір жаңадан істеп ашылып жатыр да. Қайтадан трендке айналып жатыр да солар. Өзім матадан да байқаймын да. Байырғы нелер қазіргі таңда хит болып жатыр да. Бір жұлдыз киіп шығады, соны мә деп бәрі қарайды да. Сол байырғы не да, қарап тұрған неде. Сол сияқты стиль жағында, сауда жағында барлығын не істеу керек та, реттеп қосып жүру керек берсе алдағы уақытта. Сіз өзіңіз ауданда тұрасыз, мен тіпті ауылда тұрамын ғой, Қызылтөбе ауылында тұрамын. Ол жер вообще алыс та. Мен келдім ғой, Алматыдан келім болып, ал Қызылтөбеге түстім. Мен далада жатқан мусорларды көремін да. Неге мусорлар бар ауылда? Неге адамдар жинамайды? Менің басты проблемам сол мусор болатын. Мен жолда кетіп бара жатамын кейде магазиннен. Алдымда оқушылар кетіп бара жатады, жерге мусорды просто былай лақтыра салады да. Мен артынан қуамын оны. Неге тастайсың ана мусорды? Неге лақтырасың олайынан? Солай менде сондай қызық жағдайлар болған. Қазір мектеп жасындағыларды мектептен бастап солайынан даже мусор біздің қаламызды сүюге үйрету керек сияқты шынымен де да. Лақтыра салады да көз алдыңда. Біздің Ақтау ең күшті таза қазір жер ғой. Алматы, Астаналарға қарағанда андай күшті таза жер ғой. Ақтауда да одан сайын күшті нәрсе шығаруға болады. Бізде жаңа не ашылды ғой, осындай қор ашылды ғой. Сенде не дейін айтайын сіздерге, қор ашылды, оны ашқан жаңа кім? Данияр, білесіз бе? Сол ашты қазір қорды. Ол Ақтаудың баласы емес, ол Павлодар ма, сол жақтікі. Өзі орысша сөйлейді, сондай несі басқа жақтан көріп келгенде, сонда неге Ақтаудың жаңадай зеленый қала қалмаймыз, неге жасылды, сөйтіп сондай шырылдап несінің қорын ашты. Ақтау қаласында үй салды үлкен, SG деген. Тұран деген білесіздер ме, жолдың бойында? Иә. Соның несі директоры ғой. Білмейді екен. Шырылды жүр. Қасында бір қосылу керек екен маған. Болады сізге? Бизнесмендерге барып шырылдап сөйтіп жүр. Күшті, иә. Сіз содан да сұхбат алсаңыз болады да, жас қой, біз сияқты жас, где-то шамасы бізбен. Бірақ енді жақсы еңбекқор, где-то 91 ма сондай ау деймін да?
үлкен шығар. тамаша вообще білмейді екенмін. иә сол деген мен жолдасыммен сөйлеседі, жолдасым онымен сөйлеседі, екеуі бірімен айтады, ақылдасады, сол арқылы білемін да мен деген. Сол айтады да, шырылдайды да, мен де акиматқа да барады, жастарды көп жинады ол деген. Сіз кездестірмеген шығарсыз, сондай көп жастарды давайте айтыңыздар, ойларыңызды айтыңыздар, идеяларыңызды қосыңыздар деп. Мысалы сол қорға, мысалы осы көріп отырса, кез келген Ақтау қаласына жаны ашитын адам, тұрғын қорға өзінің үлесін қосып, кішкене де болсын тиын салса болады, ақшалай көмектесе де болады, идея ретінде көмектесе болады. Қазір неше түрлі, мысалы, жастар көп қой, бастарында идеялар толып тұрған. Сондай әркімнің әртүрлі нелер, қабілеттері бар да, күшті, мысалы, проектлерді жасай алатын шығар деген сияқты. Сондай жастар как раз сол кісі қазір шақырып жатыр. Сондай Ақтауда қор бар, жақында ашылған. Тамаша, зерттеп көру керек екен. Білмейді екенмін. Шынымен де негізінде қазір болашақ біздің қолымызда ғой, уже үлкен поколениялар уже үлкен болып кетті олар. Жететініне жетіп алып, үйлерін салып алып, бәрінің жағдайы жақсы. А біз келе жатырмыз да уже. Біздің уже периодта, бір сөзбен айтқанда, біз өзгерте аламыз да, мысалға, қарап отырсақ. Бұрында ондай сөздерді түсінбейтін едім, қазір түсінемін да. Шынымен де біздің заманда, дәл қазір біз ғой, жастарымыз мысалға да, кішкентай поколение олар мысалы оқып жатыр, үлкен поколениялардың уже жетер жетістігі бар. А біз өзгерте аламыз қазір, қаланы да бәрін деген сияқты. Ал енді өзіңізді, Хадиша, 5 жылдан қалай елестетесіз? Немен айналысасыз? Қалай болады деп ойлайсыз? Қалай болады екен? Жалпы алдымды өйтіп болжамайды екенмін мен. Тек сол өзінің сәтімен. Қандай болуыңыз келетін еді? Ол вообще неде емес екен. Өзімді олай елестемейді, не істемейді екен. Мысалға, қазір жағдайымда мен бұрын вообще не істеген жоқпын да. Мысалы, бизнес студия ашамын, үлкен табысқа шығамын деп бір армандап, елеп, бір жазып, мұндай зат істемейді екен. Айтып отыр ғой, енді бір түрлі. Вообще 5 жылға, 1 жылға жаңағыдай айтады ғой, сөйтіп көп сұрақ қойды. Вообще елестетпейді екен бұндай мен. Әр сәті өз несімен болады. Тамаша. Шынымен де қызық екенсіз. Көбісі жазады ғой. Бірақ ол кейбіреулерде кәдімгідей ана миына барғаннан кейін орындалып істеп жатады. Бірақ олай мысли материальный дейді ғой. Ішкі ниеттен шығар, может. Арасая. Менде енді кішкене не екен, басқаша екен да, наоборот қарама қайшы. Менде мысалы мен өзім жаңағы Олжада 5-ші бутик білесіз ғой, болатты Қытай. Соны мен мысалы үйде жатқан кезде, ол кезде бутигім де жоқ, ештеңем жоқ, үйде жатырмын жаңағы баламен. Сонда мен прям көз алдыма визуализация жасаймын, елестетемін. Мына затым былай тұр, мына зат манекенім былай тұр. Бәрі мен кәдімгі ойдағымдай, дәл армандағымдай сөйтіп дәл сондай бутик шықты ғой. Енді мен сол кезде білмеймін не екен, сондай кішкентай шағын, мынандай жанатын айнам болса екен, сондай кішкене бутигім болса екен, мынандай ресепшнім болса екен, дәл ойымдағыдай ойыма қалыптастырдым, бірінші эскизін сыздым да, ойыма, арманыма. Армандайсың ғой, адам, армансыз адам қанатсыз құспен тең дейді ғой, сол үшін армандау керек. Армандағанда мен жаңа ғашыққа ұшсам екен ба, анамай өмді емес кәдімгі дұрыс армандау керек та. Сондықтан бірінші мысалы енді мен қазір көз алдыма үлкен жаңағыдай помещение, әдемі современный стильде жаңағыдай нем бүйтіп ілініп тұрса, жаңағыдай әдемі картинкадегі видеодағы нелер емес пе, бутиктер емес, солай мен қазір Pinterest'тегі дайын картинкалар, сондай дұрыс. Pinterest'те көп ақтарам, қарап, дайын видеолар, дайын суреттерді, осындай болса екен, өстіп істегім келсе екен, өстіп істеймін бұйырса деп та. Сондай 5 жылдықта бұйырса сол жетістікке жететін сияқтымын өзім, Алла қаласа, енді Алланың қолдауымен амандық болса. Сол мен айтатыным, армандаңыздар, мысалы жастарда, көз алдарыңызға елестетіңіздер. Бұл енді бутик, мысалы сіз кондитер шығарсыз, мықты, сіз тігінші шығарсыз. Сіз сондай жаңағыдай көз алдыңызға елестетіңіз, сіздің логотипіңіз тұр, мысалы Жансая коллекшн, менің логотипім тұр, осындай үлкен помещение, осындай жаттам мынандай нем тұр, мынандай 5-6 гардером тұр. Прямо детально мына стаканға дейін армандау керек адам деген. Көз алдына елестету керек. И мысли материальный, ол орындалады, ол болады да, Алланың қалауымен. Жоқ, айта тұрмын, мысалы мен бокалды бүгін көріп керек десе, мен ертесің соны алам. 5 жылға қоймаймын да. Жоқ, примерно адамдар иә. Мысалы мен шетелге шыққым келіп тұр ма қазір? Енді соған дейін жұмыс жасадық қой. Мысалы Турцияға кеткім келіпті.
кеше барып келдік. Аяғысына 2-3 күн бұрын билет алдық болды. Оны мен бүйтіп келесі ай или келесі жыл деп жоспарға қоймайды екенмін да. Мысалы, қалаған нәрсемді уже өзіме не істей аламын да, Аллахтың қалауымен ғой енді. Сол сияқты ол темпераментке байланысты. мен сразу ертесі күні или сол күні бір көп ұзамай ондай мүмкіншілікті бізге жаңа беріп отырған біздің кәсібіміз ғой. Бірінші Алла, содан оған дейін кәсіп жұмыс жасадық қой. сол жұмыстанды андай глобальный үлкен заттарды да глобальный үлкен заттарды енді пландап жаңағыдай оймен ойша жаңағыдай не істейсің да, даже мебельдеріне дейін расставлять етесің да, ол нәрселер енді мелочь заттар ғой. Мен андай нәрсе күтіп отырмын, андай үлкен бір жетістік деп ойлап отырмын. Достар айта берсең көп қой, әркім темпераментке байланысты өзгереді ғой. Мысалы, шынымен менде карта желания бар. Өзімде үйде, бөлмемде карта желания бар. Как же махаббат секторында осындай, балам осылай. Оның бәрі негізі Аллаға сенім ғой. Көз алдымызда тұрады, сенеміз, жаңағыдай әрекет етеміз, миша ойлайсың. Бірақ миымда ойлаған нәрсе ана жерде менде тұру керек, көз алдымда, материалымда. Темпераментке байланысты өзгеріп тұрады. Ал Айнұр, сенде қалай? Менде де сол. Сен де жазасың ба? Сену керек, Аллах тағалаға тәуекел ету керек, сосын әрекет ету керек. Енді алдағы уақытта 5 жыл деп сонау ауыз толтырылып айта алмаймыз. Алда не болатыны бір Аллаға аян. Но барлығы өзіңнің неңмен, өзіңнің ойыңмен, сәтіңмен істеу керек та, андай не істеп. Жоспар құрып та, жоспар, әрекет та бұл жерде. Менде де сол. Мен кішкентай кезімнен бастап блокнотыммен доспын, өзімнің блокнотқа жазам, барлық затыма не келеді, ойыма барлық затын жазам. Енді күнде мен бүйттім, сөйттім деп жазбаймын да. Ай сайын айлық қорытынды жазам. Жыл басталған кезде жылда мен осындай затты істеуім керек, осындай жерге барамын деп жазам. Турция көремін, Дубай көремін деп жазып қойған ғой бір күні. Случайно ол Алланың сыйы маған, ағам сыйлады, Турция, Дубайды да көрдік. Сол сияқты бұл әрекетпен де келеді, Алланың тосын сыйымен де келеді. Барлығы не ғой, бұл жерде жасалып жатқан жоспарға байланысты да. Осындай жасаймын, отель ашамын деп жазып қойған блокнотыма, осындай істеймін, осындай айлық алам, осындай ақша табам деген секілді барлығын арманмен, қиялмен ерік беріп жазу керек қой басында да. Менің ойымда өз басым. Сол сияқты тынбау керек, әрекет ету керек. Дұрыс, іліп қойып жатпау керек дейсің ғой. Маған осы қашан болады, 5 жылдан кейін мен осындай боламын сірә деп сірә істемеу керек. Мен бір досым бар да, сол айтады да, мен арманда деймін ғой жаңағыдай. Енді көз алдарында не істедім ғой, енді бір кішігірім болсын жетістіктерге жеттік қой. Соған айтады да, мен армандай алмаймын дейді. Мен таңғаламын, қалай армандай алмайсың деп та. Мен айтамын, солай кішкене армандай бершейші, армандай бер, армандау тегін ғой деп та. Армандау тегін, армандай бер. Бұйырса Алла сенің армандау Алланың қолында ғой деп та. Сосын айтамын, мысалы, бір хадис бар ғой, не бар ғой, айтады да, ең үлкен балық ол кит үлкен балық бір күнде 35 тонна балық жейді екен. Алла тағаланың құдіретін айтам да, бұл жерде сондай бір күнде 35 тонна балық жейтін балықты сондай жаратып қойды. Сен Алланың сүйген құлы, неужели саған бір несібе бермейді Алла? Әрекет етсең, Алла береді. Сол үшін адамдар әрекет ету керек. Әрекетсізден берекет Алладан. Сол керемет. Осы бойынша айтайыншы, осы не бойынша, берекет бойынша. Біз Турцияға айттым ғой, байыр болып кеттік деп. Сол кезде менде подписчик мүлде аз. 600 ба, 700 ба подписчигім бар. И байыр болып кеттік. Ойлаңыз, Турцияға. И то баламызбен бір жаса. И енді клиент табу керек қой. Адамдарға зат жіберу үшін клиент керек. И мен базарға шығып кетемін жолдасыма. Заказ ешкімнен түспейді, просто базарға шығамын. Ладно, бір нәрсесі болады, базарды түсіремін. И базарды түсіремін, как будто мен зат алып жатқан сияқты түсіремін сториске. Мен зат алып жатырмын, қыздар, давайте сіздерді де алайық. Сонда Алланың құдіреті да, мысалы қаншама адам жазады, сразу мен шығамын, сразу тық жазады. И міндетті түрде күнделікті 100 мың теңге түседі, или 80 мың теңге түседі, солай келетін. Бірақ дым клиентсіз кетемін таңертең, бірақ кешке сол ақшамен келетінмін да. Сол кезде мен, содан кейін мен қалай айтсам, что үйрендім да, тәуекел ету деген нәрсені да. Көп нәрсеге қазір солай тәуекел етемін. Құдайым саған тапсырдым, мен әрекет етемін, нәтижесі сенен. Все, бастап кетемін да. Әрі қарай уже өзімен өзі болып кеткеніне кейде таң қаламын сондай нәрселерге. Ал енді қыздар, үлкен рахмет. Қорытындылау есебінде жас қыздарға, өзіңіз секілді әйел кісілерге қандай кеңес бересіздер? Бастау үшін бір-екі сөзбен қорытындылап кетсеңіздер. Хадиша, сізден бастайық. Қалай айтсам екен? Қандай? Енді
үйде отыра берген керек. Әрине. Жан жақты қарау керек, зерттеу керек, анализ жасау керек. Анау не істеді, мынау. Жаңағыдай айтады ғой, всегда әйел адам өзін соңғы орынға қояды. Бірінші Алла Тағала, содан кейін өзіңді, сосын жолдасың, балаң, ата енең, осылай екінші орынға өзіңді қою керек. Тәуекел ету керек кез келген нәрсе, бірақ кез келген нәрсе бастаған кезде енді біздің қаруымыз, мықты қаруымыз бұл дұға. Кез келген затта дұға бізді құтқарады. Мысалы, мен бір жерге баратын болсам да аман есен барып келейінші деп мен алдын ала ниет етіп дұға жасаймын. Осылай кез келген нәрсе бастадыңызда дұға жасап, ары қарай әрекетке жасай беру керек. Сосын жалпы біз қыз келіншектерге Алла Тағала барлығымызға бірдей талант беріп қойған. Соны ашып білу керекпіз. Мысалы, менің қолымнан тігуде келеді, жаңағы торт пісіруде келеді, бизнесте келеді, каждый қолымызда нәрсе келеді, бірақ соны ашып білу керекпіз. Мен тігінде де бастадым, бизнесте де бастадым, жаңа айтып жатыр ғой, тортты да кез келген барлық затты әйел адам жасай алады да. И сол қайсысы ұнайды, сол бағыт бойынша кетеді. Мысалы, мен видеомен күйеуім істеді, сен каждый затты басын ұстадың, енді бір затты ұсташы депті. И ең соңында осы видео Инстаграм инфобизнес саласы бойынша тоқталдым. Осы бойынша 4 жыл бойы жұмыстандым. Оған дейін мен неше түрлі жұмыс жасадым. Осылай мен өзімнің қабілетімді таптым да. Кез келген әйел адам осылай өзінің бір қабілетін табу керек та. Басын ұстап, айтып жатыр ғой. Мен тігін курсына да жазылдым. Әйел адам барлығы. Көбісі ойлайды жаңағыдай бір жерде успехқа жетсе жоқ, ол сразу успехқа жетті. Жоқ, оның артында қаншама жолдар болады да негізінде. Неше түрлі курстан өтесің, неше түрлі стресс да, мысалға. Жансая, сіз не дейсіз? Не істеу керек дейсіз ба? Қандай совет бересіз? Керек сізге қорытындылап жасаңыз. Мысалы, жас қыздарға айтатын болсам, қазір жас қыздардың несі жақсы, бұрынғыда емес та, біздің уақытында емес. Қазір жас қыздарда бар, бір нәрсемен айналысқысы келеді, уже мысалы интернеттің заманы анаяқтан аны көреді, шетелге шығып жатқанды көреді, ел көріп жатқанды көреді, жақсы киінгісі келеді, жақсы жүргісі келеді, айфон ұстағысы келеді, например. Соған уже жастар жұмыстанады, көп айлығы жақсы жұмыс іздейді. Мысалы, егер де бизнеспен айналысқыңыз келсе, онда бизнестің жаңағыдай жақсы несіне де қиыншылығына да уже дайын тұру керек та, факт ретінде қабылдау керек та оны. Мынандай сатым бүгін өтпеді ма? Это солай положено, наверное. И бүгін өтпей ма, ертең өтеді деген сияқты. Сағы сынбау керек та, адамның сағы сынбау керек. Сосын жаңағыдай любой нәрсенің адамдікі это мое деген болады да. Сол майоны табу керек. Мысалы, мен майо деп өзімді саудан айта аламын да, 100% өзімді саудан айта аламын. Сол сияқты әркім өзінің нишасын табу керек. Сіз мысалы нишаңыз тігін болса, сіздікі мобилов, менікі сауда деген сияқты да. Енді бір сөйтіп әр уақытта ізденіс үстінде жүру керек. Сосын тағы да бір ақыл кеңесім, мысалы келіншектерге, жаңа түскен келіндерге оны қарап отырсам, мысалы енелерге де айтқым келеді да. Мысалы енелер келініңізді егер ол пысық болса, сондай қабілеті болса, оны мысалы газдың алдында, кухняда байлап қоймаңыздар да, например. Оны дамытыңыз, көріңіз, жіберіңіз бостандыққа, көріңіз, мүмкін ол мықты жаңада айтады ғой, бір айтты, соның сөзі бар да, маған үлкен мотивация болған. Мүмкін оның мықты ол блогер шығар, мықты ол жаңағыдай фуд-блогер шығар, мықты жаңағыдай саудагер шығар, мықты жаңағыдай мобилограф шығар, мықты тігінші шығар деген сияқты да. Сондықтан оны үйде мысалы жас келіндерді байлап қоймау керек, жіберу керек та, мысалы. Сол айтатыным, ешқандай қиыншылыққа сынбау керек. Өмір болған соң ақ пен қара қатар жүреді. Кез келген затқа дайын болу керек адам. Факт ретінде қабылдау. Неге мен өмірінде мынандай болды, мен мынаны ашып едім, что-то менікі мынаны жүрмей жатыр, өмірі менің жолым болмайды, мен андай деген адам ондай болмау керек. Қара түнектен шығу керек. Содан ең бірінші мысалы жастар салауат айтып жүріңіздер Аллаға. Мұхаммед пайғамбарымызға салауат айтып жүріңіздер, жолдарыңыз ашық болады. Мысалы жас қыздарға айтатым да, дәретті болып жүріңіздер. Мысалы ақыл кеңес ретінде айтатым да, біздің мысалы ислам діні бұны ұштастырмасам болмайды да бұл жерде.
ең идеальный біздің исламдың идеальный да барлық зат сол жерде тұр да. Біздер мен деп менменшілікке саламыз ғой, мен осындай жетістікке жеттім, мен бүйттім, мен сөйттім. Оның барлығы алладан да саған, алланың берген рызық несібесі сенің әрекетіңе қарай да. Сондықтан әрекет етіңіздер, ешқандай қиыншылықтан қашпаңыздар. Сол қиыншылықтар сізді қатайтады, нығайтады, аяққа тұрғызады. Сол айтатын әңгіме көп қой енді, көп уақытыңызды алмайды. Тамаша, күшті айттыңыз. Айнұра? Мен сол айтарым, менен кішілерге, мектеп жастағыларға айтайыншы. Просто өз уақытын жоғалтып алмау керек адам. Қазір сіз жассыз ғой, қолыңыздан келе ма жасап көріңіз дегім келеді. Қорықпау керек. Қандай не бағытта келе жатсыз, өзіңізді білу керексіз. Құр сотка қарап, телефон қарап, уақыт жоғалтуға болмайды қазір. Кәдімгідей жатып алатын заман емес қазір. Бір нәрседен бір нәрсе шығаратын заман, бір ақшаны екі ақша қылатын заман деген секілді, бір жұмысқа да қарап отыратын заман емес. Сол сияқты жастарға да айтарым, менен кіші сіңілеріме айтарым, өз уақыттарыңызды бағалаңыздар дегім келеді. Тігінге келетін көбі қыздар қызығады да маған, қорқам дейді. Қорқам, мен соны істей алам ба, мен не істеп алатын сияқтымын деп. Бола ма дейді, или өзіме тіге алам ба, соны бүлдіріп алмайын ба матаны деп қорқады да. Жоқ, қорықпау керек. Мен де қорқып бастадым, мен осындай нәтижеге жетіп отырмын да қазір. Біраз табысқа шыққанымды өзім қараймын да. Сол кезде мен де қиналдым ғой деймін да, мен де қиналдым, бір затпен неше күн отырған уақытым болды да. Сол сияқты адам дейтін өз бағытын таңдай біліп, өз уақытын жоғалтып алмай, соны барды бағалау керек қой. Өзіңіз жас болсаңыз, бәр нені көру керек. Тортты да көру керек, тігінді де көру керек, сауданы да көру керек деген секілді. Тоқтамау керек дейсіз ғой. Үлкен рахмет қыздар сіздерге, менің шақыртуымды қабылдап келгендеріңізге. Өте қатты қуаныштымын сіздермен танысқандарыма. Өсе беріңіздер, әлде де араласып тұрайық. Ал енді көрермендерге айтарым, сіздерге де үлкен рахмет соңына дейін көргендеріңізге. Астына жақсы комментарий жазған оқырманға менен сайттар мен бизнес курсы сіздерге подарка болады, сыйлық болады, және де оны Инстаграм каналымда жариялайтын боламын. Соңына дейін тамашалағандарыңызға рахмет, бәріне пока-пока.